Good day, dear students and parents. How is it going? Қайырлы күн, құрметті оқушылар және ата-аналар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге 3-ші сынып ағылшын тілі Smiles People's Book кітабындағы Days of the Week тақырыбын толықтай түсіндіретін боламын. Days of the Week бізде апта күндері деп аталады. Және де оның ішіндегі жаттығуларды қалай орындаймыз? Бізде грамматикалық тақырыпта бар. Грамматикалық тақырыпты көбісі оқушылар және ата-аналар түсінбей жатады. Үй тапсырмасына берілген қиын тақырыптарды біз түсінбей және орындай алмай жатамыз. Оларды түрлі адамдардан сұрап, немесе интернеттен жазып аламыз. Бірақ та мен сіздерге ол тапсырмаларды қалай орындау керек, қалай жеңіл түрде орындаймыз, сіздерді қалай қатесіз айтамыз, соның бәрін осы видеода түсіндіретін боламын. So let's start. Days of the week. Бұл қандай тақырып? Қазақша аудармасы қалай? Days деген бізде күндер. Оның түбірі day, яғни оған s жалғанып тұр. S бізде көптік жалғауы, яғни заттарды көпше айтатын болсақ, s жалғаймыз. Day деген бізде күн. Days күндер. Days of the week, week апта. Яғни апта күндері деген тақырып. Яғни қазақ тілінде білетіндей бізде дүйсенбіден бастап жексенбіге дейін 7 күн бар, 7 апта күні бар. Енді соны біз ағылшын тілінде үйренетін боламыз. Міне кітапта қарайтын болсақ, 40-шы беттегі бізде 7 апта күні беріліп тұр. Бірінші бізде ол Monday. Monday дүйсенбі. Яғни жаттау қиын болып жатса, мысалға M деген әріп жаттап алайық. Ол M, яғни 1 деп санымен жаттайық. Яғни 1 деген ол бірінші күн бізде дүйсенбі. Яғни ол M-нен басталатын еді, ол қалай еді? Monday. Бізде барлық апта күндерінің соңына day деген жалғанған, яғни соңында жалғау. Day, Monday, Sunday, Saturday деген сияқты барлығында day бар. Day деген жаңа айтып кеткендей, ол күн, апта күні. Енді келесі, бізде 2 сөз бар, 2 апта күні бар, T әрпінен басталатын, сейсенбі күні және бейсенбі күні. Бірақ та олар екеуі түрлі. Оны қалай жаттаймыз? Екінші апта күні, яғни сейсенбі, ол Tuesday. Tuesday, сейсенбі. Келесі бізде сәрсенбі күні қалай айтамыз? Ол бізде көбісі Wednesday деп оқу мүмкін. Ол бірақ та Wednesday деп оқылады. Және де ол бізде W әрпінен басталады. Біз W әрпін оқушылар ешқашанда W деп оқымаймыз. Ол тек қана әріптің атауы. Бұл жерде оқылуы Wednesday. Тек қана біз миымызға жаттап алсақ болады. Бұл сәрсенбі күні бізде W әрпінен басталатын еді ғой. Бірақ оны W әрпін W деп оқымаймыз. Wednesday деп оқимыз. Яғни Wednesday бізде сәрсенбі. Апта күні бізде осы көп оқушылар оқуға қиналатын, қалай айтарын білмейтін апта күні ол бейсенбі. Бейсенбіні біз Thursday деп айтамыз. Thursday. Бұл жерде қиналатынымыз көбінесе оқушылар қалай жазуды солай оқитынымыз, яғни Thursday деп оқиды көбінесе. Бұл жерде бірақ ескере кететін жайт, TH әріпі 2 әріп бірге келсе бізде 2 дыбыс береді, 2 түрлі. Мысалы, бірінші бұл жерде Th және The. Бұл сөзде Thursday деген дыбыспен келіп тұр. Ал мысалға, күннің жадын күнде жазамыз ғой тақырдағы. Мысалға, today is the 1st of September. Бұл жерде the болып оқылып тұр. Осыны ұмытпауымыз қажет. Яғни Thursday. Бұл жерде сақаусы деп айтсақ та болады қазақ тілде. Thursday. Келесі бізде жұма күні өте жеңіл оқылуда. Қиын емес десек те болады. Себебі F әріпі F дыбысын беретінін білеміз. Бұл жерде Friday, яғни I әріпі ол I болып оқылады. Friday жұма. Friday деп жаттап алсақ болады. Яғни day деген күн екенін білеміз апта күні. Fry дегенде бізде жұма еске келуі керек. Келесі апта күні бізде сенбі. Сенбі мен жексенбіні көбінесе оқушылар шатастырады. Себебі екеуі де S әрпінен басталады. Бірақ та, яғни S әрпінің қайсы ұзағырақ тұрған сөзді байқасақ, ол бірден біз сенбі екенін білуіміз қажет. Және де бұны біз Saturday деп оқымаймыз, яғни қалай жазылып тұр, солай оқымаймыз. Бұл бізде Saturday. Саты, мысалға,
баспалдақты есімізге түсірейік. Saturday, яғни Saturday бұл бізде сенбі. Келесі бізде оқушылар жексенбі. Жексенбіні қазақшаға тікелей аударатын болсақ, бұл ағылшын тіліндегі күн деп аударылады. Себебі білетініміздей sun деген ол аспандағы күн, ал day деген ол апта күні. Бірақ та оны яғни күн деп аудармаймыз, ол жексенбі. Солай жеңіл жаттап алсақ болады. Аспандағы күнді қалай айтады едік? Sun, апта күні ше, day, яғни екеуін қоссақ Sunday, жексенбі. Апта күндерін жеңіл жаттаудың жолы ол өлең арқылы жаттау. Days of the week деп ютубқа жазсақ, осы апта күндеріне қатысты қызықты өлең жұмақтары шығады. Апта күндерін енді жаттадық деп есептейік. Яғни видеоларды қарадық, сөздерді қайта қайталадық. Енді келесі бізде 41-ші бетте бізде study spot деп тұр. Study spot, яғни бұл жерде ереже бар деген сөз. Яғни бұл жерде present simple. Көбінесе мектепте 45 минут болғандықтан апта күндерін түсіндіріп, оларды жазып, оларды қосымша бізде осы тақырып келіп тұрғандықтан, яғни грамматика тақырыбы барлығын түсіндіріп үлгермей жатармыз. Ендеше толықтай түсіндіріп кететін боламыз сіздерге. Сіздерге present simple деген не, оған қалай сөйлем құраймыз, соның барлығын түсіндірейін. Present simple дегенді бас қатырмаңыздар, ол өте жеңіл, осы шақ, яғни ол дәл осы шақ емес, жай осы шақ. Present simple'ды үйреніп алсақ, сөйлемдерді жеңіл құра аламыз және жеңіл аудара аламыз, жаттығуларды өте жеңіл орындаймыз. Present simple жай осы шақ. Күнделікті біз не жасаймыз, не істемейміз, қайда барамыз, солардың барлығын present simple'ға қою арқылы айтсақ болады. Мысалы, күнделікті қайталанатын іс-әрекеттерімізді ендеше кеттік. Сөйлем қалай құраймыз? Бұл жерде қарап тұрғаныңыздай present simple positive form, яғни бұл бізде болымды түрі. Болымды түрінде бізде I, мен, you, сен. Бұл жекеше, жекеше тұр. I, мысалға, жұмыс жасаймын дейтін болсақ, work, I work деп айтамыз. Егер де сен жұмыс жасайтын болсаң, you work. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, workқа ешқандай жалғанбаған, ешқандай қосымша нәрсе жоқ. Тек қана I work, you work. Мен жұмыс жасаймын, сен жұмыс жасайсың. Күнделікті осы шақ. Біз күнде жұмыс жасаймыз мысалға да. Келесі бізде he, she, it. He деген бізде ер бала ол, she ол қыз балаға ол, it яғни жансыз заттарға. Енді қарайық. Ол жерде he, she, itке workқа еш жаланған. Works. Яғни present simple'да етістікке еш жалған деген сөз. Ол жұмыс жасайды. He works. She works, it works. Яғни тек қана осы he, she, itке келсе, ол бізге етістікке міндетті түрде еш жалған деген сөз. Келесі бізде they және we. We, they. Яғни we, біз, they, олар. Олар, біз жұмыс жасаймыз дейтін болсақ, work деп қана айтамыз. Оған еш жалғанбайды. Тек қана ол деп ер балаға, қызға және жансыз заттарға айтатын болсақ, еш жалғанады. Ал I, you, we, theyде біз етістікке еш жалғамаймыз. Енді келесі мысалға ол go дейтін болсақ, мысалы he goes to school. Бұл жерде go-ге и және s әрпі жалғанады. Бұл жерде тек қана бір s жалғанса қате болады. И s жалғанатын өзінің белгілі сөздері бар. Бізде бұл сөйлемдердің болымсыз түрін, яғни жұмыс жасамаймын, істемеймін дегенді қалай айтамыз, соның функциясын үйренеміз. Яғни келесі negative form of the present simple. Negative form деген бізде болымсыз түрі. I don't work. Бұл жерде don't көмекші етістігі келеді. Бізге көмекке. Бізде do not, яғни оны біз don't деп қысқартып айтамыз. I don't work. You don't work. Сен жұмыс жасамайсың, мен жұмыс жасамаймын. Немесе оның орнына біз work-тың орнына go, басқа етістіктерді қоя берсек болады. I don't go. You don't go. Мен бармаймын, сен бармайсың. Келесі бізде he, she, itте өзгереді кішкене енді. Бұл жерде біз don't емес, does not. He doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. Бұл жерде біз do, яғни don't қолданбаймыз.
does what, does not, яғни doesn't деп қысқартып айтамыз. Бұл болымсыз түрі. We don't work, they don't work. Бұл жерде де біз яғни are you, we, are you сияқты болады we, they де. Тек қана he, she, itте ерекшелік бар. Келесі бізде ол сұраулы. Яғни сұраулы бізде қалай сұрау белгісі бар сөйлемде біз do көмекші етістігі бізде алдына шығып кетеді. Do I work? Мен жұмыс жасаймын ба? Do you work? Сен жұмыс жасайсың ба? Яғни do'ды міндетті түрде алдына қоямыз. Тек бұл жерде де тағы бізде he, she, itте айырмашылық бар. Бұл жерде ол does what? Does алдына шығып кетеді. Does he work? Does she work? It does work. Және we, they де дәл I, you сияқты. Do we work? Do they work? Біз жұмыс жасаймыз ба? Олар жұмыс жасай ма? Осындай өте жеңіл, яғни тек қана бізде айырмашылық бұл жерде he, she, itте бар десек болады. Яғни s жалғанады, және де сұраулы сөйлемінде және негатив, яғни болымсыз түрінде does көмекші етісте келеді. Does, doesn't және s. Мысалға енді оқушылар сіздерге 19-шы жаттығуды үйге берді делік. Бұл жерде read and correct деген, яғни тапсырмада бұл жерде оқы және дұрыста, қатесін тап деген. Бұл жерде бірінші мысал бізде көрсетіліп тұр, үстіне сызылып тұр, қате екені белгілі болып тұр. Бұл жерде Liam деп тұр, Liam деген ол баланың аты, ер бала, яғни ол дегенді білдіреді мысалға. Liam don't play the guitar. Liam гитарада ойнай алмайды дейді. Бұл жерде бізде he, she, itті ұмытпайық. He, she, itте біз don't қолданатын бедік. Яғни бұл жерде he-дің орнына, яғни ол деп, ол нақты атын айтып тұр. He деп тұрған жоқ, ер адамның атын айтып тұр. Яғни ол тек қана бір адам. Және де ол ер адам. Бұл жерде бізде don't қолданылмайды. Жаңа ережеде түсіндіріп кеткендей doesn't play the guitar. Түсінікті ме? Бұл жерде he-ді еске түсірейік. Liam ол ер бала. Адамның аты тұрса, ол сразу біз есімізге түсіріміз керек. Бұл жерде don't болмайды ғой. Does болу керек деп. Келесі екінші мысалды қарайық. Бізде екіншісін қарайық. Where does they go on holiday? Бұл жерде қарамен белгіленген нелер, яғни сөздер қате, немесе дұрыс болуы да мүмкін. Оларды біз дұрыстауымыз қажет. Where does they? Яғни they, бұл жерде they тауылайық. They келген кезде біз does қолданатын ма еді, әлде do ма? Әрине do. Бұл жерде біз does деген қате. Where do they go on holiday? Сұраулы сөйлем болып тұр. Олар қашан демалысқа барайын деп жатыр дейді. Яғни do алдына шығады. Ал where деген ол бізде сұрау, яғни қашан уақытын сұрап тұр. Содан кейін бізде where деген do келеді. Келесі үшіншісіне қарайық. Енді бұл жерде gets up деп тұр. Мүмкін дұрыс шығар, мүмкін қате шығар. Қалай білеміз оны? What time do you get up? Бұл жерде қандай сөз келіп тұр? You, сен деп тұр. Ал бізде are you, we, they де етіске еш жалғанады дедік пе? Әрине жоқ. Бізде he, she, itте ғана еш жалғанады. You деп, сен деп айтқан кезде, you'дан кейін етістік келсе, get up деген ол тұру, ұйқыдан тұру. Бұл жерде еш жалғақ болған. Әрине қате. Сен деп айтып тұр, ол деп тұрған жоқ. Егер she, ол деп қыз айтып тұрса, мысалға Lily gets up болуы мүмкін. Дұрыс, ол дұрыс болады. Оқушылар қалған 4-шіден бастап 10-шына дейінгі мысалдарды өздеріңіз қателерін тауып, дәптерлеріңізге жазып орындаңыздар. Бұл өте жеңіл. Present Simple'ды түсінбесеңіздер, мен түсіндіргеніме қайтадан айналдырып қарасаңыздар болады. Бұл өте жеңіл шақ. Біз өзіміз егер оны жеңіл деп қабылдасақ, миымызға тез жеңіл сіңетін болады. Сондықтан да балалар осымен болды. Білімдеріңіз қайырлы болсын, зейіндеріңіз ашылсын. That's all guys, so I will shoot many videos for you. Watch my video and learn English, so do tasks. Bye bye guys.